Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай әдемі узормен бөлісетін боламын. Мына оң беті, мына теріс беті. Тоқылуы өте қарапайым, өте оңай. Алғаш рет тоқысаңыздар да тоқи аласыздар. Мен бұл жерде 20 жіп петель алғанмын. 2 кромочный. Сол кезде 22 жіп. Рапортымыз 4 петель. Шарф, шапка, снуттарға әдемі жарасады. Кардиган. Сіздер де менімен тоқып көріңіздер. Бастаймыз тоқуымызды. Узорымызды спицамызға 22 петель алдым. Оның 2 кромочный. Узорға негізі 4 жіп кетеді. 4 петеліміз кетеді. Ал бастаймыз. Кромочныйымызды аламыз. Енді оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соңына дейін тоқимыз. Және соңғымыз кромочныйымызды теріс тоқимыз. Екінші қатарымыз. Енді екінші қатарымыз теріс тоқылады. Соңына дейін теріс тоқимыз. Кромочныйымызды теріс. Келесі қатар. 4 қатар оң тоқып шығамыз. Соңғысы оң, кромочный теріс. Үшінші қатарымызда аяқталды. Енді 4-ші қатар. 4-ші қатарымыздың барлығын теріс тоқимыз. Теріс, теріс. Келесі қатарымыз 5-ші қатар. 5-ші қатарда енді узор басталады. Өрнегімізді тоқимыз. Кромочныйымызды аламыз. Енді бізге керек 4 жіп. Соның 2-ші және 3-ші жіптер арасынан 2-ші және 3-ші жіптер арасын 1, 2, 3-шісінен жібімізді шығарамыз. Спицамызды алып, жібімізді тартамыз. Енді қалған 4-ті оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Сол жаңағы салған 3-шіміз тесігімізге қайтадан спицамызды алып, жіпті тартамыз. Осылайша соңына дейін осылай тоқимыз. Тағы да 4 жіпімізді белгіледік. 2-ші және 3-ші жіп арасында 1, 2, 3-шіден өтіп жіпті тартып шығарамыз. Және 4 рет оң тоқимыз. 4.
Тоқыдық жіптерімізді. Енді қайтадан спицемізді кіргізіп, жібімізді шығарып аламыз. Ілінбеді. Қайтадан ілінбей кетті ғой. Алып шықтық. Бізде 2 узор болды. Осылай 4-еу арасынан жіпті шығарамыз. Төменге қарай 3-ші жіптің арасынан өткіземіз. Оң тоқимыз. Қайтадан спицемізге салып, жіпті іліп шығарамыз. Жібімізді тартамыз. Аяқталды бұл қатарымыз. Кромочныйымызды теріс тоқимыз. Келесі қатар. Кромочныйымызды шешеміз. Жаңа тартылған жібімізді арасынан өткізген жібіміз тоқымаймыз, спицемізге іліп кетеміз. Енді қалған 4 жіпті тоқимыз, теріс тоқимыз. Және жаңа ілінген жіпті арасынан жіп өткізгенді тоқымаймыз, спицемізге аламыз. Ал 4 тоқылған жібімізді оны тоқимыз. Арасынан өткізілген жібімізді спицемізге ілеміз, оны тоқымаймыз. Спицемізге іліп өткіземіз. 4-еуін оң тоқимыз. Және кромочныйымыз теріс. Келесі қатар. Кромочный. Екі жібімізді бірінші спицемізге өткізіп, қайтадан салып, қайтадан оң өткіземін. Оң тоқимын. Арасын өткізілген жіпті іліп, оң тоқимын. Осылай көргендеріңізді істейсіздер, тоқисыздар. Соңына дейін келдім мен. Ілінген жіпті және оң тоқылған жіпті екеуін спицеге саламыз. Одан кейін арасынан өткізіп, қайтадан спицеге салып, және оң тоқимыз. Жіпті арасына өткіземіз, және оң тоқимыз. Кромочныйымыз теріс. Спицеміз. Енді барлық осы қатарымыздың соңына дейін теріс тоқып шығамыз. Осылайша узорымыз аяқталды. Осындай болып шығады. Келесі. Енді біз
2 оң тоқимыз. 1, 2. Енді узорды бастаймыз. Үшінші астына қарай үшінші өзі үлкендеу дырка тесік болып тұр. Соның арасынан жібімізді өткіземіз. Жібімізді тартамыз да оң 4-теу тоқимыз. Қайтадан сол тесімізге салып жібімізді алып шығамыз. Төрт жіптің төменге қарай 1, 2, 3 тесік салдық. 1, 2, 3, 4. Қайтадан сол тесімізге салып жібімізді тартып спицамызға ілеміз. Осылайша соңына дейін тоқимыз. Кромочныйымыз теріс. Кромочный 2 теріс тоқимыз. Бұл жерде басында және соңында 2 оң тоқылды. Спицамызға аламыз. Дәл басындағыдай арасына өткізілген жіпті тоқымаймыз. Спицамызға ілеміз. Арасына өткізген жібіміз. Спицамызға ілді, тоқымаймыз. Алдыңғы бетіне өткізу керек. Тоқимыз. Одан кейін теріс тоқимыз. 4-еуін. Және жібімізді ілдік арасына өткен. 2 теріс тоқимыз. Тағы да теріс. Кромочныйымыз теріс тоқимыз. Енді кромочный 2 оң. 1, 2. 2 жібімізді бірінші спицаға ілмекке өткіземіз. Ілінген жіппен тоқылатын жіпті өткізіп қайтадан жібімізді ілеміз және оң тоқимыз. Спицамыз алдына қарай өткізіп, жіп спицаның алдына қарап. Осы видеодағыдай істейміз. Енді тоқимыз. Соңғысы арасынан өткізілген жібімізді және тоқылған жібімізді екеуін бірінші спицаға, қайтадан екінші спицаға және оң тоқимыз. Арасынан өткізген жіпті бері қарай, алға қарай және оң тоқимыз. 2 оң. Және соңғы кромочныйымыз теріс. Келесі қатардың барлығын теріс тоқимыз. Қалған кейін қатарымыздың барлығын теріс. Соңына дейін. Осындай әдемі узорымыз дайын болады. Көргендеріңізге рахмет. Сіздер де менімен бірге тоқып көріңіздер. Енді келесі қатарымызды өте әдемі, керемет узор.
осылай қайталана береді. Рахмет, сау болыңыздар. Өте әдемі.